Сәлеметсіздер ме, құрметті мұғалімдер. Бүгін біз сізбен Canva атты ерекше пайдалы платформасымен танысамыз. Canva бұл мұғалімдерге арналған визуалды контент жасауға көмектесетін оңай әрі тегін құрал. Бірінші, Canva дегеніміз не? Canva бұл онлайн графикалық редактор. Оның көмегімен сіз презентациялар, плакаттар, жұмыс парақтарын, инфографика, әлеуметтік желіге арналған посттар және тағы басқа көптеген визуалды материал жасай аласыз. Ең бастысы, оны қолдану өте оңай және тегін. Ал енді қалай бастауға болады? Ең біріншісі, canva.com сайтына кіріңіз. Google, Facebook немесе электронды почта арқылы тіркеліңіз. Canva толықтай қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейді. Интерфейсті қалаған тіліңізге оңай ауыстыра аласыз. Canva'ны сабақта қолдану жолдары. Бірінші, интерактивті презентациялар жасау. Canva'да дайын шаблондарды пайдалана отырып бірнеше минут ішінде көркем және тартымды презентациялар жасай аласыз. Бос шаблонды немесе дайын шаблонды таңдаңыз. Суреттер, бейнелер, иконкалар, рамкалар және графиктерді қосыңыз. Анимациялар мен слайдтар арасындағы өтулерді енгізіп интерактивті етіңіз. Мысалы, сіз оқушыларға тарих сабағында ұлы жібек жолы тақырыбын түсіндіргіңіз келеді. Canva мен бұл тақырыпты визуалды әрі әсерлі етіп жеткізе аласыз. Екіншісі, оқу материалдар мен плакаттар жасау. Мұғалімдерге қажет нәрсе, айқын әрі есте қаларлық көрнекті материалдар. Canva арқылы сіз плакаттар, мектеп ережелері, тақырыптық көрнектілер, күнтізбелер, жұмыс парақтары, тапсырмалар, сөз жұмбақтар, бос кестелер мен сұрақ парақтарын өзіңіз дайындай аласыз. Мысалы, биология сабағында фотосинтез тақырыбына арналған иллюстрациялы плакат жасап, оны сынып қабырғасына іліп қоюға болады. Сонымен қатар, жобаларды оңай өңдеу және баптауға Canva сізге көмектесе алады. Canva'да сіз мәтінді қалағаныңызша өзгерте аласыз. Шрифт, түс, өлшем, бәрі сіздің қолыңызда. Осы фотоларыңызды, логотиптеріңізді жүктей аласыз. Миллиондаған тегін және ақылы суреттер мен бейнелерге қол жеткізе аласыз. Жобамен бірлесе жұмыс істеуге мүмкіндіктер де бар. Оқушылармен, не әріптестермен бірге бір файлда жұмыс істеуге болады. Сонымен қатар, сіз Canva'да дайын файлды жүктеп, немесе басып шығара аласыз. Жоба дайын болғаннан кейін, оны түрлі форматтарда жүктеуге болады. JPG, PNG сурет ретінде, PDF, басқарма, PDF, баспаға немесе электронды таратылымдарға арналған. Бұл материалды экранда көрсетуге де басып шығаруға да болады. Canva ол жай ғана тиімді құрал. Ол мұғалімнің шығармашылығын толықтырып, уақытыңызды үнемдеуге көмектеседі. Жасанды интеллект сіздің орныңызды баспайды. Ол сіздің жұмысыңызды жеңілдетеді. Сабақ дайындауды қызықты әрі тартымды ету енді бұрынғыдан оңай. Рахмет! Сіздермен бірге болған междисциплинарлық оқыту тобы. Сұрақтарыңыз болса, бізге осы поштаға жазыңыз.